Жүрекше және екі қарыншадан тұрады дедік. Жүрекшесі ал мынау қарыншасы. Осындай берген дәріні тұрақты ішетін болсаңыз, бір ішпей жүретін болсаңыз, онда сіздің қан қысымыңыз 140-тан 160-қа бірден секіріп, қан дұрыс өтпеу нәтижесінде осы стенокардияның функционалды классы деп аталады. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелі дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Сіздер осы видеоны көріп отырсаңыздар, мен каналым арқылы келіп отырсаңыздар, мен кім екенімді біліп отырсыздар. Мен бүгін жүрек қан тамыр жүйесі туралы тақырыпты қозғағым келіп отыр, және осы тақырыпты мен осындай программада, бағдарламада жүргізуді дұрыс деп санап отырмын. Себебі жүрек қан тамыр жүйесін біз бұлай айта салған түсінгенге өте қиын болып келеді. Сол себепті сіздерге презентация түрінде айтып, түсіндіріп отырғым келіп отыр. Бірінші осы видеоның басталмас бұрын сіз подписаться батырмасын басып, лайк қойып, комментария жаза отырыңыз. Ал ендеше бастайық. Жүрек қан тамыр жүйесіне келетін болсақ, бізде бірінші ол жүрек болады. Біз жүрек негізі бұлшықетті мүше, бұл кеуде қуысында орналасқан, және кеуде төстің артында орналасқан, және солға қарай көп бөлігі сол жақ кеуде қуысында тамам орналасқан. Бұл және келесі жүректің үш қабаты болады: эндокард, миокард және перикард деген. Эндокард деген ішкі қабаты, ал ортаңғы қабаты ол миокард, яғни бұлшықетті қабаты, ал перикард ол сыртқы қабаты, яғни немесе циррозды жанындағы мүшелерден бөліп отырады. Келесі біздің жүрек өзі бұлшықетті мүше екенін бәріңіз білесіздер. Сіздер ойлауыңыз мүмкін, біз медик емеспіз, бізге жүректің анатомиясын білгеннің бір аса қатты қажеті жоқ деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ сіз қателесесіз. Себебі барлық адамда бір жүрек болғандықтан, және бәріміз осы жүрек арқылы бүкіл ағзамызға қан тамыр жіберіліп отырғандықтан, бізге жүректің рөлі өте зор, және бәрімізде бір жүрек болған үшін осы жүректің басқа ауруларын білмесек те, жүректің кішкене болсын анатомиясын білгеніміз дұрыс деп ойлаймын. Сол себепті жүректің жалпы жүрегіңіз қандай неден тұрады, қандай бөліктен тұрады, және ол қандай қызмет атқарады, сол туралы айтатын боламын, және оның анатомиясы туралы айтатын боламын. Кеттік, біз жүректің жүрекше және екі қарыншадан тұрады дедік. Жүрекшесі ал мынау қарыншасы. Бұл оң жақ жүрекше және сол жақ қарынша деп аталады. Ал мына бөлігі сол жақ жүрекше, оң жақ қарынша. Енді бізге келгеннің бәрі вена қан тамыры деп аталады. Бұның ішінде вена қаны. Төменгі жоғарғы қуысты вена және төменгі қуысты вена деп аталады. Яғни жоғарғы қуыстан біз бастан, қолдан және мойыннан қан тамырдың бәрін әкеліп, вена қанын әкеліп жүрекке әкеледі. Айта кеткендей, вена қанның ішінде көмірқышқыл газы болады, яғни тіндегі бүкіл көмірқышқыл газын бәрін жүрекке әкеледі. Жүрекке әкеледі де, оның бәрі вена қан тамыры деп аталады. Ал төменгі қуысты венада, мұнда біздің аяқтардан, ішкі бұлшықеттерден, бүкіл төменгі аймақтан келетін вена қанның бәрін осы әкеліп жүрекке әкеледі. Ал жүректен, жүрек арқылы келіп, бізде жүрекшеден, оң жақ жүрекшеден оң жақ қарыншаға келеді. Ол оң жақ қарынша арқылы біздегі
өкпе сабауы деп аталады. Өкпе сабауы арқылы оң жақ және де сол жақ өкпеге көмірқышқыл газын апарады да, соның нәтижесінде біз оны өкпе тыныс шығару арқылы біз көмірқышқыл газын сыртқа қарай шығарамыз. Ал сол өкпеден келген, өкпе веналарынан келген оттегіні, жүрекке келгеннің бәрі вена қан тамыры, ал жүректен шыққанның бәрі артерия қан тамыры деп аталады. Жүрекке өкпелерден келсе де, оның ішінде оттегіге қаныққан болса да, ол бізде көк түсті болады, бірақ оның ішінде оттегі болады. Енді бізде осы өкпелерден келген оттегіге қаныққан қанды бізде сол жақ жүрекшеге келеді, сол жақ жүрекшеден сол жақ қарыншаға келеді. Ал сол жақ қарыншадан бізде қанды айдап артерияларға барады, яғни өкпе жүрек аортасы деп аталады. Бұны жүректен шығып бүкіл біздің ағзаларға тасымалдайды, яғни оттегіні тасымалдайды. Артериядан оттегіге қаныққан қан шықты. Жоғарғы қуысты вена, төменгі қуысты вена, содан сол оң жақ қарыншадан, оң жақ жүрекшеден оң жақ қарыншаға өтеді, одан өкпелерге барады. Біздегі осы көмірқышқыл газын, вена арқылы келген көмірқышқыл газын біз өкпеге барып, оны тыныс арқылы сыртқа шығарамыз. Келесі бізде бізден өкпеден келген оттегіге қаныққан қанды қарынша арқылы біз аортаға шығарамыз. Жаңа айта кеттім, сіздерге визуалды түрде түсінікті болсын деп осылай тақта көрсетіп жатқаным. Адамға көзбен көрсе бәрі жақсы есте сақталынады. Келесі айтты, осы жүректен бізде артерия, жүрек аортасы арқылы төмен қарай кетеді, ал оң жақ қолға және сол жақ қолға барады. Ал мына екі тамыр біздің артерия қан тамыры, ол бас миына, мойынға арқылы бас миына барады. Яғни, егерде сізде басыңыз ауырып жатса, осы тамырлардың қысылуы, тарылуы нәтижесінен болады. Ал мына төменгі қуысты вена, жоғары қуысты вена, төменгі қуысты вена деп айттым. Яғни, мына төменгі мүшелерден бәрін әкеліп жүрекке құяды. Мына жерде келіп жоғары қуысты жүрекке құйды. Соның нәтижесінде бізде ағзадағы көмірқышқыл газының бәрін жүрекке келді. Сөйтіп ол жүректен өкпеге барады, өкпеден бізде қайтадан қан келіп, ол оттегіге қаныққан қанда келіп, бүкіл қан айналымы осылай жүріп отырады. Келесі біздің айтатынымыз жалпы жүректің қан тамырлары. Жүректің қан тамырлары оң жақтық артериясы және де сол жақ артерия арқылы, бұл өзінің жүректің коронарлы артериясы деп аталады. Яғни осы өзінің артериясымен бүкіл немен қамтамасыз етіліп отырады. Яғни біздің осы кішкене бөліктерінде бізде қандай да бір бітелу болатын болса, немесе тромб барып бітелетін болса, онда осы шеткі аймақтарда бізде инфаркт болуы мүмкін. Яғни қан бармаса, соның нәтижесінде төменгі аймақтарында бізде өлі еттену болады. Біздегі екі жүрекше мен қарыншаның арасында өзінің қақпақшалары болады, және сол қақпақшалары арқылы қанды жүрекшеден қарыншаға айдап отырады. Яғни қайтадан қайтпау үшін ол жабылып отырады, ашылады, және де қайтадан жабылып отырады. Егерде қандай да бір жүректің инфекция немесе қандай да бір жүректің аурулары болатын болса, осы қақпақшалардың дұрыс жабылмау нәтижесінен қан артқа қарай қайтады. Қан артқа қайтады да бүкіл қанды айдай алмайды. Ал егерде қарыншада, осы екі қарынша мен жүрекшенің арасында қандай да бір ақау болатын болса, яғни оң жақтық, онда мына жақта бізде қайтадан жүрекшеге қан қайтады. Жүрекшеге қан қайтқаннан кейін
бұл жерде қан көбейіп тұрғаннан кейін вена қан тамырларында іркіліс болады. Яғни адамда соның нәтижесінде төменгі жақта аймақта ісіну пайда болады. Яғни бұл жүректің жеткіліксіздіктерінде пайда болады. Яғни жүрек өзінің толық қанды айдап шығару қызметін атқарылмағанында болады. Келесі біздегі егерде осы қарыншадан біздің өкпеге баратын қақпақшаларының арасында қандай да бір ақау болатын болса, яғни қақпақша толық жабылмайтын болса, немесе стенозданып қалады, яғни ол қуысы толығымен ашылып жібермейді. Бір трубадан қысып қалған, трубадан өткен секілді қанды айдайды, бірақ толық мөлшерде айдалмайды. Сол кезде қатты бір жүректі тыңдағанда тон пайда болады, яғни жүрек қатты соққанда тондары қатты естіледі. Яғни оны акцент деп те атайды. Бұны акцент, оны сіздерге білудің қажеті жоқ. Просто мен сіздерге түсіндіріп жатқаным, осы егерде осы қақпақшада қандай да бір ақау болатын болса, онда мына жерде қарыншаларда іркіліс болады. Соның нәтижесінде біздегі толықтан бағындегі толық қан айдалмаған екен, төменгі қуысты венада, жоғарғы қуысты веналарда іркілу болады, себебі қанды толық айдалмай жатыр. Енді келесі бізде егерде осы сол жақ қарынша мен жүрекшеде қақпақшаларында ақау болатын болса, онда жүрек қарыншалар толық қанды айдамайды аортаға. Соның нәтижесінде өкпе артерияларында бізде іркіліс болады. Соның нәтижесінде бізде өкпе артериясының қысымы жоғарылайды. Соның нәтижесінде бізде өкпелерде су жиналуы мүмкін, яғни ол жүрек жеткіліксіздік кезінде болады, үлкен кісілерде болады ол, әрине жүрек жеткіліксіздігі. Соның нәтижесінде өкпеде су жиналып болып, өкпеде су жиналса, онда пневмония пайда болады. Яғни оны бізде қарттық пневмония деп атаймыз. Кейде кісілердің ұзақ уақыт жөтеліп жүруде осы жүректің жеткіліксіздігінен болып келеді. Келесі бізде мына хордалары деп аталады, яғни осы қақпақшаларды ашып жауып тұратын біздегі қызметін атқарады. Жүректен шыққанның бәрі артерия деп аталады, ал жүрекке келгеннің бәрі вена деп аталады. Мына жүректен шығып тұр, бірақ бұл өкпеге барады. Бұның түсі қызыл болғанымен, бірақ ішінде вена қаны болады. Сол себепті вена қаны болғандықтан бұның түсі қып-қызыл болып тұрған жоқ. Ал мына артериялардың ішінде бұл вена қан тамыры ол көк болғанымен, оның ішінде бізде өттегі қан. Сол себепті оның түсі көк емес. Ал ол жүрекшеге келеді, жүрекшеден қарыншаға келіп, қайтадан мына аортаға айдап отырады. Яғни бұның бәрі біздегі бұл жүректің дұрыс жұмыс жасауына байланысты болып келеді. Егер де жүрек дұрыс қанды айдамайтын болса, онда аяқтағы ісіну немесе өкпе артерияларында ісіну пайда болады. Өкпе артериясы, веналары, соның нәтижесінде жүрек жеткіліксіздігі пайда болады. Мен сіздерге жүректің кішкене болсын анатомиясын айттым, сіздерге кішкене де болсын түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздер бәрін нақты атымен атап түсініп алу сіздерге бір аса қажеттілігі жоқ, просто жалпы кішкене информация болғаны дұрыс. Және де сіздер осы егерде түсініксіз болып жатса, осы видеоны қайта-қайта бірнеше рет көретін болсаңыз, сіздерге түсінікті болады. Сіздерге нақты анық көріну үшін мына жерде клапандарын көрсетіп қойдым. Осы клапан арқылы, ашылып жабылуы арқылы бізде қанды айдайды, қанды айдап, оның артқа қарай кетпеу үшін, қанды келесі қан тамырға айдап отыру қызмет атқарады клапандар. Егер де осы клапандар дұрыс жасамайтын болса, онда жүректің жеткіліксіздігі пайда болады. Ал жүрек жеткіліксіздігі болса, ағзада ісіну пайда болады.
не өкпе артерияларда немесе аяқта беттегі ісінулер болады. Себебі біздегі жүрек қанды бүкіл ағзамен дұрыс айдамай жатыр деген сөз. Келесі біздегі жүрек өзін өзі жиырып отыратын бұлшықетті мүше болып келеді. Бұнда өздерінің арнайы түйіндері болады. Мына синоатриалды түйін, яғни осы жүрекшеде орналасады, сол шақ жүрекшелерде. Сол осы жүрекшенің нәтижесінде мына үш жолы арқылы бізге атриовентрикулярлы түйін деп аталады. Сол арқылы біздегі осы импульстер барады, яғни былай айтқанда ток, яғни ол ток арқылы бұлшық осы жиырылып жатыр. Ал бұдан атриовентрикулардан төменге қарай осылай қарыншаларға барады. Бұны бізде Пуркина таяқшалары деп аталады. Яғни осы жолы арқылы бізде жүрек өзімен өзі жиырылып отырады. Ал бізде мысалы авблокада деген сөзді естіген шығарсыздар. Яғни осы біздегі осы атриовентрикуларлы түйінде бізде блокада бар деген сөз. Яғни ол басқа жолдармен ол кезде басқа жолдармен біздегі нерв талшықтары беріліп отырады. Яғни бұл былай айтқанда нерв талшықтары болып келеді. Яғни бұлшықтың жиырылуы үшін, яғни жүректің жиырылу қызметін атқарады. Ал егерде осы қандайда бір бөліктерінде нерв импульстер өтпейтін болса, онда мына жақтарда жүректің фибрилляциясы деп атайды. Яғни бұл жерде әрқайсысы әртүрлі жиырылады. Ал бізге ол өте дұрыс емес. Себебі өмірдің заңдылығы бойынша, біздің адамның жаратылысы бойынша осы бағыт бойынша жүріп отыру керек. Яғни атриовентрикуларлы түйіннен, синоатриалды түйіннен атриовентрикуларлы түйінге барып, содан бүкіл қарыншаларға барып, осылай қамтамасыз етіліп отыру керек. Бұл жерде сіздерге мен сіздерге аттарын жаттап алыңыздар демеймін. Просто жалпы осындай түйін арқылы өздігінен жиырылып отыратынын біліп алу үшін айтылған ақпарат. Сол себепті бұнда да сіздер бір қатты жаттап алудың қажеті жоқ, просто біліп алсаңыздар болды. Келесі біздегі жүрек ауруларының бірі ең жиі кездесетін ол біздегі артериалды гипертензия. Артериалды гипертензия, яғни адамдағы қан қысымының жоғарылауы. Қан қысымының жоғарылауы оның біріншілік немесе эссенциалды, яғни жүректің өзінен немесе қан тамырларынан болатын ауруды эссенциалды деп атаймыз. Эссенциалды артериалды гипертензия. Ал екіншілік немесе симптоматикалық ол қандай да бір басқа да органдардың бұзылуынан пайда болатын қан қысымының жоғарылауын айтады. Мысалы оған бүйрек аурулар болатын болса, эндокринді аурулар болатын болса, немесе басқа да НПВС гормондарды қабылдайтын болсаңыз, басқа да дәрілік заттардың әсерінен қан қысымының көтерілуін айтамыз. Егер де сізде бірден қан қысымыңыз көтерілсе, ол өте қауіпті жағдай болады. Сол себепті бұл дабыл қағатын бір белгі болады. Келесі біз қан қысым жалпы артериалды гипертензия деп диагноз қою үшін дәрігердің алдына келгенде 2 рет көтерілетін болса, немесе үй жағдайында 3 рет өлшегенде қан қысымы көтерілсе, онда біз артериалды гипертензия деген диагнозды қоямыз. Және де оны қан қысымы өлшегенде отырып, немесе жатқан қалпында өлшеген дұрыс. Яғни жүріп келіп өлшемей, жүріп келдіңіз, және де кішкене өз тыныштық қалпын сақтап, содан кейін өлшеген дұрыс болып келеді. Және де үйде өлшегенде, 3 күн қатарынан өлшегенде, немесе таңертең кешке өлшеп, 3 күн қатар өлшегенде қан қысымы жоғары болатын болса, 35-тен жоғары, 135-85-тен, ал дәрігердің алдында 140-90-нан жоғары болатын болса, онда сізге артериалды гипертензия деген диагноз қойылады. Енді біздің келесі
артериалдық гипертензияның белгілері, яғни қан қысымы жоғарылау, ол бас ауруына, бас айналуы, құлақтың шуына және бастағы бір ауырлық сезіміне, кейде науқастарда жүректің айнуына, қатты көтерілсе құсуға да алып келуі мүмкін. Және де бастың ауруы көбіне шүйде аймағында, яғни бастың арқа бөліктерінде ауыратын болса, онда сізде қан қысымының көтерілгендігінің белгісі болып келеді. Бізде келесі қан қысымының өзінің дәрежелері болады. Біздегі қалыпты қан қысымы негізі әркімде әрқалай. Егер де өзіңізді сол қан қысымында жақсы сезінетін болсаңыз, басыңыз ауырмай, өзіңізді жақсы жұмыс қалпын сақтай алатын белсенді күйде болсаңыз, ол сіздің дәл сол қан қысымы сізге қалыпты болып келеді. Ал негізі нормада 120-да 110-120, және де диастолық қысым 80-ге дейін болып келеді. Ал егерде оның кейбір кісілерде бәрінде бірдей емес, кейбір кісілерде 120-да 129-ға дейін, 80-де 84 қалыпты болуы мүмкін. Ал және де жоғарғы қалыпты деген түрі болады, 130-139-ға дейін. Ал егер 140-тан жоғарыда болатын болса, онда ол қалыпты түрге жатпайды. Сіздің қан қысымыңыз көтерілді, оны өлшегенде сізге диагноз қойғанда осы нормативтерге қарай диагноз қойылады. Мысалы 140-та 159 болатын болса, систолалық, ал диастолалық 90-да 99 болатын болса, онда сізде бірінші кезең деп аталады. Ал систолалық дегеніміз, яғни ол систолалық деген жүректің жиылған кезін, ал диастолалық ол жүректің босаңсыған кезі болып келеді. Яғни бізде жүректе жүрекше қаншалардың өзі жиылып босаңсып отырады. Яғни жүрекше жиылғанда қарынша босаңсиды, сол кезде қарыншаға қан толады. Ал қарынша жиылған кезде онда ол біздің өкпеге немесе жүректің аортасына қарай қан айдалады. Яғни систола кезінде жүрек жиырылады, немесе қарынша, ал диастолада босаңсиды. Келесі, бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі гипертониялық екінші дәрежесіне келетін болсақ, онда ол 160-тан 170-ге дейін систолалық, ал диастолалық 100-бен 109-ға дейін болып келеді. Ал үшінші кезеңі ол 180-ге дейін, ал диастолық 110-ға дейін болу керек. Ал егерде 180-нен жоғары болатын болса, онда ол гипертониялық криз деп аталады. Және бұл кезде соған сай сіздің неңіз анықталады, емдеу тәсіліңіз анықталады. Кейбір кісілер осы қан қысымы көтерілгенде бейжай қарауы мүмкін, бірақ егерде сізде бір рет қан қысымы жоғарылайтын болса, онда барынша бірінші қан қысымы көтерілген кезде біз диета сақтап, немесе тұзды аз қолданып, физикалық жүктемені күшейтіп емдеп көруге тырысамыз. Егер 3 айдан кейін сол қан қысым жоғары болатын болса, онда артериялық гипертензияның бірінші дәрежесі, немесе қай деңгейде тұрса, сол диагноз қойылады. Екінші дәрежесі, бірінші дәрежесі. Енді бастапқыда мен сіздерде айтпаймын, что бірден 180 болады деп. Егер де сіз басында берген дәріні тұрақты ішетін болсаңыз, бір ішпей жүретін болсаңыз, онда сіздің қан қысымыңыз 140-тан 160-қа бірден секіріп кетуі мүмкін. Және де оны қайтадан сол 140-қа ұстап тұру өте қиын болады. Сол себепті егер де сізге дәрі тағайындалған болса, онда оны соның уақытында ішіп, тұрақты ішіп қабылдап отырған дұрыс. Артериялық гипертензия диагнозын бірден қоймаймыз. Ол адамның жасына қараймыз, жынысына қараймыз, және де салмағына қараймыз, темекі қабылдай ма, және ішімдік қабылдай ма, және де тұзды қалай қабылдайды, және қауіп факторларына қарайтын боламыз. Келесі, яғни
сіздерге визуалды түрде көрсететін болсақ, егерде жасына 55-тен жоғары болатын болса, әйелдерде 65-тен жоғары болатын болса, онда қауіп факторларына, қауіп тобына жатады. Темекі тартатын болса, және егерде холестерин деңгейі 6-5-тен жоғары болатын болса, егерде қант диабеті болатын болса, және осы ЛПВП тығыздығы жоғары, тығыздығы төмен липопротеидтер, және осы семіздік бар ма, жоқ па, соның бәрін анықтайтын боламыз. Және келесі бізде нысаналы ағзалар деп атаймыз, яғни осы бас миында, немесе көзде, жүректе, бүйректе, қан тамырларда қандай да бір аурулар бар ма? Егерде сол аурулар болатын болса, біз дәрілік препараттарды қайсысын қолданамыз, және комбинирлік қолданамыз ба, қалай қолданамыз, соған байланысты болып келеді. Егерде инсульт алдын болған болса, және көздің көруі нашарлаған болатын болса, немесе бүйректе нефропатия, яғни бүйрек ауруы болса, немесе инфаркт болған болса, миокард инфаркты болған болса, солардың бәрі соған байланысты біз осы ауырлық дәрежесіне байланысты қауіп қатер тобын анықтап, соған сай біз диагноз қоямыз. Бұл жерде мен сіздерге бәрін жаттап алыңыздар деп айтпаймын, просто бұл жердегі біз неге қарап диагноз қоямыз, дәрежесіне қараймыз, және сізде қауіп факторлары бар ма, және нысаналы ағзаларда, яғни маған айта кеткенде жүректе, көзде, бүйректе, және қан тамырларының аурулары бар ма, яғни егерде төмен шеткі аймақтардағы аяқ қолыңыздың мұздауы, жаурауы, сондай белгілер болатын болса, онда соған сай біз қауіп қатеріне байланысты дәрежесін анықтайды екенбіз. Мысалы, егерде қауіп факторлары біреу-екеу болатын болса, ол төмен дәрежелі, орта дәрежелі және өте жоғары дәрежелі болып келеді. Соған сай диагноз қоямыз. Бұны мен сізге жаттап алыңыздар деп айтпаймын, просто жалпы ақпарат ретінде біліп алғандарыңыз дұрыс болып келеді. Келесі айтатын болсақ, яғни осы біздегі қан қысымын емдейтін дәрілік препараттардың барлығы осы жүректің шеткі аймақтағы қан тамырлардың қатты тырысып алу нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Яғни егерде былай түсінікті тілде айтатын болса, қан қысымы шеткі аймақтағы қан тамырларының тырысып алуынан, яғни қатаюынан пайда болады. Барлық препараттар осы шеткі аймақтағы қан тамырлардың босаңсуына негізделген болып келеді. Яғни біздегі бірінші препаратымыз ол бета-адреноблокатор деп аталады. 5 топтағы дәрілік препараттарды қолданамыз. Қан қысымын төмендету үшін ол бірінші бета-адреноблокатор, яғни ол жүректің жиі соғатын болса, жүректің жиі соғуын төмендету үшін арналған, және соның нәтижесінде жүрек қатты соғып, көп мөлшерде соғатын болса, соның нәтижесінде мысалы шлангіге көп мөлшердегі суды құятын болсаңыз, ол гүрілдеген дауыс естіледі. Сол секілді шеткі аймақтағы қан тамырлары қатаяды. Соның нәтижесінде көп мөлшерде қан айдағанда, сол кезде қан тамырлардың сіресіп, қатаю нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Соны шеткі аймақтағы қан тамырларын босаңсытуға арналған. Бұл жерде бета-адреноблокатор ол жүректі баяу соққызады, мөлшері азаяды соғысының, соның нәтижесінде шеткі аймақтағы қан тамырларының босаңсуына қолданылады. Босаңсыту үшін және жүректің диастоласы, яғни босаңсуының нәтижесінде босаңсуының ұзаруына, яғни соның нәтижесінде жүрек аз мөлшерде соғып қан қысымын түсіруге арналған. Яғни сізде жүрек қан соғысы жиі болатын болса, онда адреноблокатордан бастап
қолданады. Ал бета адреноблокаторға олмен бітетін бисопролол, атенолол, тенолол деген дәрілік препараттар жатады. Екінші келесі ингибитор АПФ деп аталады, яғни ол біздегі осы шеткі аймақтардағы қан тамырларының жиырылуын күшейтетін, сірестіретін ангиотензин 1-ді 2-ге айналдырмау үшін осы ингибитор АПФ қолданылады. Ангиотензин айналдырушы ферментті, яғни тежейді. Соның нәтижесінде қан тамырдың қатаймауына алып келеді. Соның нәтижесінде қан тамыр шеткі аймақтар қан тамыр босап, қан қысымының төмендеуіне алып келеді. Ингибитор АПФ-ге кардиоприл, каптоприл, осы прилмен аяқталған дәрілік заттар жатады. Ал келесі біздің ангиотензин рецепторларын тежейтін препараттар, яғни сартатындар. Ол да шеткі аймақтағы қан тамырды қарсыласуын төмендетуге арналған. Келесі кальций каналдарын блоктайтын препараттар, амлодипин, нипидипин секілді дәрілер жатады. Яғни соның нәтижесінде осы қан тамырдың қабырғасындағы ол ионды түрде жүретін, ол кішкене молекула түрде жүреді. Соның каналдағы кальцийдің канал арқылы іштен сыртқа қарай өтпеуін блоктап отырады. Соның нәтижесінде қан тамыр босайды. Ал келесі ол диуретиктер деп аталады, яғни ағзадан натрийді шығару нәтижесінде жалпы қан айналымындағы натрий өзімен суды алып шығады. Соның нәтижесінде жалпы қан айналымындағы қанның көлемі азаяды. Соның нәтижесінде қан тамырдың қан қысымының төмендеуіне алып келеді. Келесі осы біз дәрілік препараттарды қолданғанда бірінші бір дәрілік препаратты қолданып көреміз. Егерде соған 3 ай қолданады, 3 айда қан қысымы түсіп, егерде нормада болатын болса, сол дәріні сол дозада қабылдай бересіз. Ал егерде 3 айдан кейін сіз қан қысымыңыз төмендемеген болса, жоғарылаған болса, онда битерапия деп аталады, яғни комбинация 2 дәрілік препараттарды тағайындайды. Соның нәтижесінде 3 ай ішіп қабылдап көресіз. Егерде 3 айда да қан қысымы төмендемеген болса, онда 3 препаратты қабылдайсыз. Егерде 3 препарат ол 3 препараттың комбинациясы, яғни сол дәрілік препараттарды қабылдау арқылы қабылдап көріп, тұрақты дәрігердің қарауында, қабылдауында болып отыру керексіз. Яғни осы дәрілік препараттарды сіздер уақытылы және сол дозада, дәрігер айтқан дозада қабылдап отыру керексіз. Келесі біздің жүректің ишемиялық ауруы және стенокардия деп аталады. Стенокардия дегеніміз ол осы жүректің қан тамырларының, жүректің бұлшықетінің толық қанмен қамтамасыз ете алмауы, елмен қамтамасыз ете алмауының нәтижесінде болып келеді. Мен сіздерге мысалы осы видеоға қарайтын болсақ, мысалы осы қан тамырдың қабырғасына холестериндер жиналады. Осы холестериндердің жиналуы нәтижесінде қан тамырдың қуысы тарылады. Қан тамырдың қуысы тарылғандықтан жүректе қанмен қамтамасыз етуі қиындайды. Және де осы қаншалықты холестерин осы жерде жиналған, яғни бұны бляшка деп атаймыз. Осы жүректің қан тамырларының қабырғасында осылай жиналуының нәтижесінде қан дұрыс өтпегендіктен соған байланысты біздегі жүректің физикалық күштемесі, яғни физикалық күштеме кезінде оттегімен қан тамырмен қамтамасыз ете алмайды. Соның нәтижесінде біздегі осы жүректің жүрек аймағындағы ауру сезімі пайда болады. Яғни мысалы жалпы ұзақ бір жерде отырып қалсаңыз да аяқтағы
қанға аяғыңызға толық қан дұрыс бармауы нәтижесінде артерия қан тамырының қысылып қалу нәтижесінде аяқтағы ию және ауру сезімі болады. Сол сияқты осы қан тамырының қуысындағы бляшкаға байланысты қан дұрыс өтпеу нәтижесінде осы стенокардияның функционалды классы деп аталады. Яғни оның 100 шаг жасаса, 100 қадам жасаса ауру сезімі пайда болатын, немесе 500 шаг жасаса пайда болатын ауру сезіміне байланысты өзінің функционалды класстары болады. Келесі біздегі стенокардияның белгісі, яғни төс артындағы ауру сезімі болып келеді. Ал ол ауру сезімі қысып тұрған секілді ауру сезімі болады. Және ол физикалық күштемеден кейін пайда болады. Және физикалық күштеме басылғаннан кейін тыныштық қалпын сақтағанда кетеді, немесе нитроглицериндерді, нитратты қабылдағаннан кейін басылады. Яғни біздегі мен сіздерге бұл осы стенокардияны айтудағы негізгі мақсатым стенокардияның осы белгісін білу. Яғни стенокардия дейтініміз ол осы жүректің қан тамырындағы атеросклероз, яғни осы холестериндердің жиналып қалу нәтижесінде оның қуысы тарылады. Қуысы тарылғаннан кейін жүректің бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз ете алмайды, және соның нәтижесінде жүректегі ауру сезімі пайда болады. Бірақ осы физикалық күштеме жойылғаннан кейін, тыныштық қалып сақтағаннан кейін ауру сезім басылады. Немесе нитраттарды қабылдағаннан кейін 30 минуттың ішінде басылу керек. Яғни бұл тұрақты стенокардия. Ал тұрақсыз стенокардия дейтініміз ол 30 минуттан асады. Яғни ол екеуінің айырмашылығы сол. Тұрақты стенокардия 30 минутқа дейін ол нитраттарды қабылдаған кейін басылады. Ал тұрақсыз 30 минуттан асады және нитраттарды қабылдағаннан кейін нитраттарды қабылдаса да тоқтамайды ауру сезімі. Жөніндегі бұл жерде айтайын дегеніміз, ол физикалық күштемеге байланыссыз болып келеді. Ал тұрақты стенокардия ол осы атеросклероздың зақымдалмаған просто қуысының тарылуынан пайда болады, яғни ауру сезімі. Ал тұрақсыз стенокардия ол осы атеросклероз бізде осы эндотелийдің шырышты қабатының астына жиналады холестериндер. Сол егерде эндотелий зақымдалатын болса, біздегі ағзаның өз-өзін реттеу ретінде сол жерге тромбтар жиналады. Кез келген эндотелий зақымдалған жерге, яғни осы қан тамырының ішкі қабаты зақымдалған жерге тромбтар жиналады. Соның нәтижесінде ол қуысының жартылай толық жабылмайтын болса, бітелмейтін болса, онда окклюзия дейміз. Егер толық жабылмайтын болса, онда осы тұрақсыз стенокардия пайда болады. Ал егер де толық жабылатын болса, осы тромбтармен, онда ол кісіде инфаркт миокарда пайда болады. Яғни инфаркт миокардысы ол жерде одан кейін, яғни толық қан бармайды, толық бітеледі. Соның нәтижесінде ол жерде өлі еттенуі пайда болады. Қайтадан айтайын, тұрақты стенокардияда ол жерде бляшкалар осы атеросклероздың осы қан тамырының қабырғасы бүтіндігі бұзылмайды, просто қуысы тарылады. Ал тұрақсыз стенокардия уже инфаркт алды ауру деп айтсақ болады. Яғни 5 минуттан кейін инфаркттаған болуы мүмкін. Сол себепті бұған бей-жай қарауға болмайды. Егер де ауру сезімі, кеуде артындағы ауру сезімі 30 минуттан асатын болса, онда да скорый шақырып бірден
тромбты ерітетін препараттарды қабылдаған дұрыс. Бұл жердегі ең маңызды білу керек, осы егер 30 минуттан асса нитроглицерин қабылдаған екен басылмаса, онда скорый шақырамыз. Сіздерде сұрақ болуы мүмкін, стенокардия менде бар екенін, жоқ екенін, атеросклероз бар екенін, жоқ екенін анықтайтын өзінің сынамалары болады. Мен ол сынамалардың аттарын атап сіздерді қабылдауларыңызды қиындатпайын. Просто осы ЭКГ аппараты арқылы ЭКГ түсіріп, ол ЭКГ-ге қарап біз осы сегменттеріне қарап біз сізде стенокардия бар ма, жоқ па, соны анықталады. Яғни ол физикалық күштемеден кейін, физикалық күштемеге дейінгі және физикалық күштемеден кейін тағы да ЭКГ түсіріп, соны анықтайды. Және де кейде уже миокард инфарктісін алған адамдар, кейбір кісілер өзінің инфаркт алғанын білмейді, ол жеңіл түрде өтіп кетуі мүмкін. Қатты ауыру сезіні болмай, ондай кісілерде бұл ЭКГ-ның нәтижесі нақты көрсетпейді. Ол кезде бізде УЗИ-ге аппараты арқылы қабылдаймыз. Эхокардиография жүректің УЗИ деп аталады. Және осы жүректің УЗИ арқылы біз міне осы қан тамырмен қамтамасыз етуінің қараймыз. Яғни ол анық па, анық емес па, соған байланысты болып келеді. Яғни стенокардия болса, бұлшықеттердің гипокинезиясы пайда болады, яғни оның бұлшықеттердің жиырылуының әлсіреуі. Яғни біздегі бұл жерде қорқатынымыз, егерде бұлшықет өлетінетін болса, немесе бұлшықет дұрыс жиналмайтын болса, жүрек өзінің қызметін дұрыс жасамайды, соның нәтижесінде жүрек жетіспеушілігі пайда болады. Яғни аяқта ісіну, денедегі ісіну көтерілісі ол ең қауіптісі. Біздегі жоғарыда айтқандай жоғарғы аймағындағы артериялар тромбпен бітелетін болса, онда көп мөлшердегі бұлшықеттердің зақымдануы пайда болады. Соның нәтижесінде адамда жедел коронарлы өлім болуы мүмкін. Бізде келесі, егерде УЗИ аппаратынан бөлек бізде перфузионда миокардтың синтеграфиясы деп аталады. Яғни сол арқылы бізде ионды заттары ағзаға енгізіліп, осы бұлшықеттің сіңірілуі анықталады. Егерде бұлшықеттің ешқандай зақымдау болмаса, онда сол аймақтағылар иондық заттармен жақсы сіңіріліп, рентген аппараты арқылы жақсы көрінеді. Осы әдістер арқылы анықталады. Мен сіздерге бұның аттарын бәрін жаттап алыңыздар деп айтпаймын. Жалпы біліп алғандарыңыз дұрыс. Келесі мына біздің осы сол жақтық жүрек артериясы, егерде біздің тромбозымыз осы жерде болатын болса, немесе біздегі осы атеросклероздың осы аймақта бітелетін болса, онда көп аймақтарымыз біздің некрозға айналады, некрозға ұшырайды. Яғни соның нәтижесінде өлі еттен пайда болады. Өлі еттенсе, ол жер бұлшықет жиырылмайды. Яғни бұлшықет жиырылмаған екен, жүрек қанды толық айдай алмайды, толық айдай алмаған екен, жүректе қан қалып қояды. Қан қалып қою нәтижесінде ағзада ісінулер пайда болады. Қанның июн жүреді ол кезде. Келесі мына біздегі егерде осы дәрігер берген дәрілік препараттардан ешқандай да пайда болмаса, ангиография жасап, қай аймақта атеросклероз бар екен анықтап, стент қойып, стентирование жасалады. Оны тағы да сіздерге анық болсын деген ниетте жасалған картинка. Мына жерде атеросклероздарымыз осы біздің мына жерде қанның өтуі қалыптыдан азайған. Мына 50%-ін жапқан, ал мына картиналарды 90%, яғни толық жауып қалмаған. Бұл жерде яғни тұрақсыз стенокардия, яғни толық жабылмаған, ал толық осы жер бітелетін болса, онда бізде инфаркт дамиды. Бұл жердегі барлық ақпараттың бәрі сіздерге визуалды түрде көру үшін айтылған, мен сіздерге жаттап алыңыздар деп айтпаймын.
яғни жіті коронарлық синдромға біздегі жоғарыда айтып кеткендей тұрақты емес стенокардияға инфаркт миокардысы жедел коронарлы өлім. Бұның бәрі жоғарыда айттым. Толық бітелмесе, егерде осы атеросклерозымыз үзіліп кететін жағдай болса, онда шеткі аймақтардағы қан тамырды толық бітемесе, онда тұрақты емес стенокардия, ал толық бітесе тромбпен, онда инфаркт миокардысы пайда болады. Яғни басқа аймақтарындағы бұлшықеттің өлі еттенуі. Бұл ақпараттың бәрі мен айттым, яғни осы қан айналымы дұрыс болмауынан, бұлшықтың дұрыс жүрмеуіне, қанның дұрыс болмауынан өлі еткені пайда болады деп. Осы жіті коронарлық синдром, яғни бұл төс артындағы ауру сезімі 30 минуттан жоғары болады. Адамда қорқыныш, өліп қалам ба дейтін қорқыныш сезімі болуы мүмкін. Дұрыстап тыныс алмайды, қатты тер басады, және дәріден кейін нитраттар қабылдаған кейін ауру сезімі тоқтамайды. Атеросклероз, яғни бұл жерге холестериндер барып жиналады. Холестериндердің жиналу нәтижесінде салмағының қуысы тарылады. Осы біздің егерде дәрілік препараттармен ауру сезімі басылмайтын болса, сіздерге ангиография жасау арқылы стент қойылады, және ангиопластика қойылады. 30 минуттан асқан ауру сезім болса, және ол нитраттармен басылмайтын болса, онда сіздер жедел жәрдем шақырып, міндетті түрде кардиология бөлімшесіне жеткізу керексіздер. Және ол науқасқа қанды сұйылтатын аспирин берген дұрыс. Және яғни осы кішкене де болсын тромбтарды ертіп, біздегі қанның өткізгіштігін қайтадан қалпына келтіру негізгі қызметіміз. Яғни осы қан тамырдың өлі еттенбеу үшін қан тамырдың қабырғасының өткізгіштігін қалпына келтіру. Осы ақпараттың барлық осы ақпарат сіздерге барынша стенокардияны түсіндіруге тырыстым. Яғни қайтадан айта кетейін, стенокардия ол осы атеросклероздың пайда болып, қан тамырдың қуысын қаншалықты бітейді, соған байланысты функционалды классы болады. Және осы бүтіндігі ішкі қабаты эндотелий болса, осы эндотелийдің зақымдану нәтижесінде осы жерде тромбтар жиналады. Егерде осы қуыс тромбтың жиналу нәтижесінде толық окклюзия болмаса, яғни толық бітелу болмаса, онда ол жерде қан өтіп тұратын болса, ол тұрақсыз стенокардия, ал толық бітетін болса, онда инфаркт пайда болады. Яғни одан кейінгі бөліктердің қан бармағандықтан өлі еттенуі. Ал тұрақты осы қан өтіп тұрады, бірақ мына осы аймақтардағы қан өтеді. Мына бөлігі жоқ деп есептейік. Осы мынаның мөлшеріне байланысты атеросклероздың көлеміне байланысті біздегі өткізгіштігі, яғни функционалды классы аталады. Басқа стенокардияның түрлерімен мен сіздерге айтып, миларыңызды ашытпаймын. Мен сіздерге бұл ақпаратты айтқандағы себебім жалпы мағлұмат болу үшін, жалпы білу үшін, қай кезде сразу дәрігердің шақыруына бару үшін. Осы менің видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жазыңыз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше. Егер де сіздерге осындай форматта видео түсірген ұнаған болса, сіздерге осылай тыңдаған, түсіндірген ұнаған болса, оны да жаза кеттіңіз. Және қандай тақырыпта сіздерге видео түсіру керек болса, оны да жазыңыздар. Мен егер де керек болса, мен толығымен түсіндіруге тырысамын. Бұл ақпараттың бәрі беткей ақпарат. Сіздерге түсіну қиын болмау үшін, түсіну жеңіл болу үшін айтылған ақпараттар болып келеді. Амандықта жүздескенше.